Таразда күзгі романс атты поэтикалық кеш өтті. Жыр тұнған шарада ақындар бас қосты. Жырдан шашу шашты. Көптен күткен кешіне сазгер Қадырғали Көбентай да арнайы келген. Айта кетейік, аталған шарада өңірлік жас ақындардың сөзіне жазылған бірнеше әндердің де тұсауы кесілді. Сырлы сахна, шерлі шамдар, жыр сүйер жұрт. Әсілі бір шабыттың айналасындағы әсер. Келген қауымның аңсағандары да осы. Бәрі де өлең үшін деп ұрандата жиналған жамбылдық жас ақындар шара басын алдымен өздерінің жаңа жырларымен бөлісіп ашты. Өз кезегімен сезімнен сыр шертетін әндер де орындалды. Жазғым келіп, жазмышыңнан ізгөлем. Тыныстадым және де көп отаны. Мен үнемі жалғыздықты іздебем. Өз кеңістігінде қаламымен қалқып жүрген авангардтықтардың жыр-сүйер қауымымен еркін форматтағы кезекті кездесуі бұл. Шарада жастар поэзиясынан үміт көп дейтін аға буын өкілдері де келіп, қолдау білдірді, тамсанды, таңғалды. Ал композитор Қадырғали Көбентай бұл күнге басқа жерлерден шақырту алсам да, осы кеш мені ерекше шақыртып тұрды деп талассыз біздің өңірге аттанғанын айтады. Әрине авторлық әндерінде тарту етті. Шындық іздеп саңғалаған айда, алдын ала білсем дағы барлаған, өтіріктен таңғалған айда. Бара алмаған кештерінде оларды поэзия кеші дегенмен мына жерде маған ұнаған бір нәрсе бұл жастар көп екен кеште. Жастардың поэзиясында жаңа бір ағым бар. Мен сол үшін де келем осындай кештерге, келгім келеді, көргім келеді, тыңдағым келеді. Ол маған шабыт береді. Айта кетейік, поэзиялық шараны ұйымдастырған жас ақындар мақсатымыз тек өлең ғана ешкімге тәуелді емес екенін көрсеткіміз келеді дейді. Ол мақсат бұл кеште орындалғандай-ақ, өйткені жас ақындардан бөлек келген қонақтар да сахнадан табылды. Ал қаламгерлер поэзияны қадірлеген халыққа және де қолдау білдіргендерге өз алғыстарын айтады. Жалпы авангард деген ұғымның өзі былай біздің Тараз жерінде белгілі бір әдеби қозғалыс секілді, бір әдеби клуб секілді қалыптасып келе жатыр. Бұндай алаң бізге бұрыннан қажет болған. Әдемі орта бізде Таразда қалыптасса деген ниетпен ұйымдастырылып отыр. Еске сала кетейік, авангардтықтардың алғашқы кеші жаздың жайдар кешінде болған болатын. Енді бұл жолы күрең тартқан қоңыр күз жырланды. Ақындар енді алдағы уақытта қытымыр қыстың кешін жылытпа қойды. Нұрлан Әбдікәрім, Лесбек Әбдіжаппар, Жеті Ньюс.